Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда мамыр айында туылған ерлер мен әйелдердің мінез туралы айтатын боламыз. Мінез ерекшелігіңіз туған айыңыздың сипаттамасына сәйкес келе ме, әлде үйлеспей ме? Ғылыми зерттеушілердің айтуынша, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсері болады екен. Мамыр айында туған адамдар принципшіл, билік құмар және бірбеткей болады. Бұл айда туған әйелдер кекшіл, жәбірлегенді кешіруі қиын. Ажырасуы оңай болғанымен, артынан көп өкініп қалады екен. Бұл әйелдерді жұбайы емес, тұрмыс жағдайы қатты қызықтыратындықтан, шаңырақтарының мықты болуы сирек кездеседі. Ал мамырда туған ер адамдар отбасына жайлы және отбасын толық қамтамасыз ете алады. Олар қатал мінезді болғанымен, әйелдерінің шағымы мен көз жасын жүрегіне жақын қабылдайды. Әлсіздерге көмектесуге қашан да болсын әзір тұрады. Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі видеом сізге ұнады ма? Мамыр айында туылғандардың мінезіне сәйкестік бар ма? Сол туралы комментарийде бөлісе кетіңіз. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Достарыңызға тарата отырыңыз.